өткен заманда бір бай болыпты. Ол адамдардың ақшасын аманат етіп алып, қайтарып бермейді екен. Бір күні жас жігіт келіп байға: "Мен егін егіп біраз ақша жинадым. Енді бірнеше күн базарда жұмыс жасайын деп едім. Ауылға қайтып оралғанымша менің ақшамды сақтап тұрыңызшы" дейді. Бай қуанып: "Әрине, ақшамның бір тиынына да қиянат жасамаймын" деп уәде береді. Бірнеше күн өткен соң әлгі жігіт келіп: "Сәлеметсіз бе? Мен сізге бірнеше күн алдын ақшамды аманат етіп қалдырған едім. Сол ақшамды қайтарып берсеңіз, мен ауылға оралайын" дейді. Бай: "Қандай ақша? Мен сені танымаймын" деп жігітті қайтарып жібереді. Жігіт көңілсіз есік алдында отырады. Оны жолда келе жатқан бір шал көріп, одан жөн сұрайды. Жігіт болған жағдайдың бәрін айтып береді. Сонда шал: "Уайымдама, ақшаңды мен алып берейін" дейді. Сөйтіп үйінен алтын әшекеймен безенген шапан киіп, қазының алдына барады. Жігітке: "Біраз уақыт өткен соң кіріп, аманат еткен ақшамды беріңіз" деп сұрайсың дейді. Сөйтіп шал байдың қасына кіріп: "Ассалаумағалейкум, бай ата" деп амандасады. Шал байға: "Мен алыс сапарға баратын едім. Алтындарым мен маржан тастарымды сізге аманат етіп қалдырсам, халықтан сіздің әділетті бай екеніңізді естідім" дейді. Бай қуанып: "Иә, дұрыс айтады. Мен ешкімнің аманатына қиянат етпеймін" дейді. Сол мезетте әлгі жігіт кіріп байдан: "Мен сізге бірнеше күн алдын ақшаларымды тапсырған едім аманат етіп. Сол ақшаларымды алуға келдім" дейді. Бай ыңғайсыз жағдайға түсіп, бір шалға, бір жігітке қарап тұрып: "Иә, әрине, міне сенің ақшаң" деп ақшасын қайтарып береді. Шал тұрып: "Мен онда алтындарым мен маржан тастарымды алып келейін, сіз кетіп қалмаңыз" деп шығып кетеді. Бай алтын тастар мен маржандарды күтіп, кеш батқанында аңғармайды. Әлгі жігіт болса шалға өз алғысын айтып, ауылына қайтып оралады.